Көзі нашар көретін және зағиптарға арналған кітапханада халықтар достастығы мен жүздеген мәдениетті біріктіретін бірлік күнін атап өтті. Оқырмандар ән мен биден шашу шашып, діні мен тілі бөлек жандардың шынайы достығы қалай болатын көрсетті. Арнайы кітапхананың белсенді оқырмандары бірде-бір мерекені құр жібермейді. Себебі олар өз диагноздарына қарамастан өте белсенді. Зейнеткерлерден тұратын шығармашылық топ бүгін тағы да өздерінің сүйікті тыңдармандарына әннен шашу шашты. Сегодня кітапхана біз үшін таптырмас орын. Бүгін халықтар достастығы мерекесінде тағы да бас қосып отырмыз. Бұл әлемді тек ғана шынайы достық пен бейбітшілік құтқарады. Айта кету керек, оқырмандар арасында түрлі ұлттың өкілдері бар. Олар ортақ мерекелерді бірге атап өтеді. Мұнда бастысы бос уақытты қызықты өткізу, әңгімелесетін дос табу. әр ұлт өкілдері мен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый құрметін, татулығын, бірлігін насихаттай отыра, кітапханамыздың төрінде мерекені атап өтудеміз. Бүгін күні мерекеміздің сәні көркі ретінде хор шиллері, радуга ансамблі және де сәулема ансамблі ән шашуда. Қазақстан халқының бірлігі күні оқырмандар үшін ең тамаша мерекелердің бірі. Бүгінде шығармашыл жандар өз халқының ерекшелігін барынша көрсетуге тырысты. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы.